таныстар дегендей. Бүгін енді мен бірінші рет прямой эфирға шығып жатырмын. Кішкене кемістіктер болса кешіресіздер. Енді кішкене мына қазіргі жағдайға байланысты, әлемде болып жатқан, мына елімізде болып жатқан жағдайға байланысты, қазір енді барлық жерде карантин объявить етті. Бәріміз үйде отырмыз. Енді осылай онлайн сабақтар жүргізіп жатырмыз. Онлайн сабақ жүргізетін Алматыда 376 офиста Нұркамал ханым бәрін организовать етіп жатқан. Нұркамал, рахмет саған. Енді бүгін қазір менің айтайын деген темам бүгінгі жағдайға байланысты бір екі ауыз дәрігер ретінде кішкене өз ойыммен бөлсем. Сосын екінші, осындай жағдайда не істеу керек? Сол кішкене ақыл кеңесімді берем. Егер кімге кішкентай болса да көмегім тисе, өзімді қуанышты сезінем. Бірінші қазір айтайық, мына қазіргі вирус жайында, коронавирус жайында бұл екі ауыз енді ақпарат өте көп. Қазір елдің бәрі чатта отыр, мына қоғамдық желіде отырсыздар бәріңіз. Ақпарат 24 сағат келіп тұр. Оның ақпараттың бәрін білесіз. Енді мен кішкене болса да бір екі ауыз түсініктеме беріп кетейін. Ол вирус бірінші шыққаны 2019 жылы декабрь айында Қытайда Ухан қаласында, Хубей қаласында адамдар ауырды осы вируспен. Кейін бұл вирустың тез тарап көбеюіне байланысты Қытай мемлекеті 31 декабрь күні бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымына ВОЗ заявление берді, что бізде осындай вирус шықты деп. Кейін бұл вирус Қытайдан кейін басқа мемлекеттерге тез тарап бастады. Сол үшін тез тарауына байланысты және көп елдерден шыққан үшін 11 март күні ВОЗ бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы бұны пандемия деп жариялады. Пандемия дегеніміз эпидемия болады. Бір инфекция шықса, инфекция тараса, вирус тараса, эпидемия деген белгілі бір кішкене территорияда, бір елде шағын аумақта ғана тараса, оны эпидемия дейді. Если бүкіл әлемге, дүние жүзіне тараса, оны пандемия дейді. Барлық жер жүзіне тарап бастаса пандемия деп атайды. Қазір енді көп адамдар айтып жатыр, біреулер жаңа адамдар екі не болады ғой, реакция, қалай жаңағы реагировать етеді. Бірінші біреулер ой, түк етпейді, ештеңе етпейді, грипп сияқты екен ғой дейді. Және біреулер не дейді, ойбай, өйтіп жатыр екен, бүйтіп жатыр екен деп паника. Адамдарда сондай екі түрлі реакция болады. Енді қорықпа деп айта алмаймыз, ол да дұрыс. Менің өзім папам дәрігер болған. Папам постоянно үнемі айтатын, ащы нәрсені тәтті дегенмен ол тәтті болмайды деп. Біз қанша жаңағы өзімізді успокоить еткенменен, енді бұл қорқынышты вирус екені қорқынышты. Мен дәрігер ретінде кішкене екі ауыз өз ойыммен бөлсе кетейін. Мысалға гриппті айтайық. Грипп енді дұрыс айтады, грипптен бұдан да көп адамдар қайтыс болып кетіп жатыр дейді. Дұрыс, грипп деген ол сондай үлкен топтағы вирус. 2000-дай түрі бар грипптің. Грипп жылына бір 2 миллионнан 5 миллионға дейін адамдар ауырады жер жүзінде. 290 мыңнан 650 мыңға дейін адамдар осы грипптен қайтыс болып кетіп жатады. Бірақ ол қайтыс болып кетіп жататындар, олар иммунитеті төмен, әлсіз адамдар, сахарный диабет, басқа да несі бар, денсаулығында ақауы бар адамдар осы грипптен қайтыс болып кетіп жатады. Бірақ грипп ол тез тоқтайды, өйткені ол андай неустойчивый дейді ғой, вирусы тек эпидемия болып өтеді, одан кейін сезонный қыс уақытында болады, кейін уже күн жылынған кезде грипп өз-өзінен жоқ болып кетеді. Сосын еще грипп ауырған кездер организмде гриппке қарсы тез антитела вырабатывать етіледі. И сосын организм өзі гриппті естественный жолмен, табиғи жолмен грипп тоқтайды. Сосын мына коронавирусқа келсек, бұл коронавирус енді тоже табиғатта бұрыннан бар вирус. Бұның 40-тай түрі бар әлемде. Мына кейінгі шыққан вирус бұл COVID-19 деп атау берді бұған. Бұл вирус біріншіден жаңағы
қандай вирус десем екен, андай өте андай хитрый дейді ғой, сондай айлакер вирус. Сосын бұл және вирус андай тез не қылады, мутация береді, өзгереді. Сол үшін қанша уақыттан бері қазір вакцинаны әлі толық ойлап тапқан жоқ. Енді вакцина жасалынып жатыр, тестирование болып жатыр, бірақ әлі бірден әлі жеңдік деп айта алмаймыз. Бірақ енді бұл вирусты енді қазіргі статистиканы алып қарасақ, енді бұған бейжай қарауға болмайды. 80% адамдар, ауырған адамдар жазылып кетеді, иммунитеті жоғары адамдар. Бірақ сонда да бейжай қарауға болмайды, өйткені қазір Италияны алып қарайық. Қазір Италияда енді өршіп тұр ғой. Италияда 100 адамға, ауырған адамдардың саны 100 адамға жеткенше 23 күн уақыт өтті. 23 күнде ғана 100 адамға жетті. Ал бізде қазір 10 ішінде болса, бүгін 27-сі ма, 14 күн ішінде, қазір уже бүгін 124 деп жатыр жаңа данный. Уже 2 есе жылдамдықпен енді қазір енді тарап жатыр десек те болады. Сол үшін біз бұған бейжай қарауға болмайды. Біздің енді қазіргі мақсатымыз не істеу керек? Үкіметті мына қолдап, мына дәрігерлеріміз қазір осы вируспен күресіп жатыр. Соларды қолдап, соларға біз өзіміз тарапымыздан жәрдем беруіміз керек. Бірінші жәрдем бізде үйде отыру. Карантин, изоляция бекер айтып жатқан жоқ. Ол үйде отыру керек, ешқайда шықпау керек. Кейін үйде отырмасақ, вирус дәл ары қарап тарқамаса, ол уақыт өтуіменен жоғалады. Сосын екінші, енді ол өз-өзінен бәрі кетеді деп айта алмаймыз. Біз енді қазір мен сіздерге айтайын деген, бұл вируспен ауырған кездері иммунитет төмен адамдар не қылады, осложнение береді. Енді вирус өзі кіреді, ол организмнен шығып кетеді, бірақ оның адамдар неден қайтыс болып кетеді? Оның вирустың шығып кеткеннен кейін организмде қалдыратын жаңағы кері әсері, зарары дейді ғой. Организмді клеткаларды зақымдайды. Негізінен бұл өкпе клеткаларын зақымдайды, альвеола дейді өкпенің клеткаларын. Бірақ оны жеңу үшін біз өз тарапымыздан енді не істеуіміз керек? Ауырмай тұрып, чем ауырып емделгенше ауырмайтын жол ізде дейді ғой қазақта. Сол үшін біз ең несі маңызды профилактика. Соған өзімізді, иммунитетімізді көтеріп, соған қарсы профилактический сақтану шараларын жасауымыз керек. Енді мен мынандай қылып таблица жасадым. Кейіннен неге түсіріп, жаңа чатқа түсіріп, кейін несін суретін жіберем. Енді былай қылып. Бірінші мінекей таблицада коронавирус туралы бірінші несі характеристика бердім. Мінекей бірінші былай бүйтіп көрсетсем, қалай көрсетсем дұрыс болады. Мінекей мына жерде бірінші характеристика. Коронавирус ауада 8-10 сағатқа шейін тірі тұра алады. Ал грипптікі болса 3 сағаттың ішінде, егер ауада қалып кетсе, егер басқа адамға жұқпаса, ауада қалып кетсе, грипптің вирусы өз-өзінен өліп қалады. Ал бұл коронавирустың вирусы, COVID-19 деген, ауада 8-10 сағатқа шейін сақталады екен. Егер 33 градус болса 16 сағатқа дейін, 56 градуста 10 минуттың ішінде өледі. Енді ол 56 градус ыстық Африкада болмаса, бізде 56 градус болады деп айта алмаймыз. Енді жаздың күні, даже біреулер айтып жатыр ғой, ой, ертең июльда күн ысығанда вирус өз-өзінен жоқ болып кетеді деп. 33 градустың өзінде 16 сағатқа шейін ауада сақталады екен. Егер минус 70 градустан плюс 4 градусқа дейін жылдап сақталады екен тірі күйінде. Бұл деген өте енді сұмдық нәрсе ғой. Енді бұны біз не істейміз? Қалай енді бұл ауадағы вируспен күресе аламыз? Енді біріншіден енді ол карантин дұрыс, енді үйден шықпай отыру керек. Енді ол да оңайға соғып жатқан жоқ біздерге. Бізде қалай күреседі? Бізде не қылады? Қазақтар, енді мұсылмандар көбісі адыраспан түтетеміз. Адыраспан енді кішкене ауадағы вирустарды өлтіреді. Бірақ енді адыраспанды мынада медицинада улы шөптердің қатарына жатқызады адыраспанды.
гармола дейді, улы шөптерін қатарына жатады. Бұны күнде адыраспанды үйде түтете берсек, бұл жаңа балдарымызға зиян, сосын өкпені улайды. Бұл да енді выход деп айта алмаймын. Сосын кварцевание жасайды, кварцевый лампы қосады. Енді ол кварцевый лампыны біздің өткенде профессорлар, дәрігерлеріміз Алматыда айтып жатыр, кварцевать еткен кездері ол 1 метрден жоғары ауадағы бактерияларды өлтіреді екен. Ал 1 метрден төмендегі не қылмайды, бактериялар өлмейді екен да. Сол үшін бұл да енді 100% выход деп айта алмаймыз. Мен өзім қазір нені пайдаланам қазір? Мен осы Тиньши компаниясының озонаторы. Озонатор деген аппарат бар. Бұл озонатор өзі микроклимат, экология, микроэкология дома дейді ғой. Өзіміздің үйіміздегі немесе экологиямызды жөндейтін аппарат. Бұл аппарат мен қазір сіздерге көрсетейін. Түрі қандай екен. Мінекей, менде мына үйде тұр, міне озонатор деген аппарат. Бұл өзінің функциялары бар. Бұл біріншіден овощ, фруктар тазалайды. Барлық бактерияларды, нелерді жоқ қылады. Сосын екіншіден бұл насадкасы бар, міне. Насадкасымен мына суды тазалаймыз, озонировать етеміз. Озонатор деген сөз озон, O3 дейді ғой. Ауада жаңағы осындай озон образовать етеді. Бұл біріншіден суды тазалайды, суымыз озонированный болады. Бұл жаңағы лечебный вода деп айтсақ болады. Осы су. Сосын екіншіден мына жердегі насадкасын алып тастап, мінекей, насадкасын алып тастаймыз да, кейін бұл аппаратпен ауаны тазалаймыз. Ауада озон, озонированный ауа болады, воздух озонировать етілген кездер. Мынаны осылай алып алып, мінекей, барлық комнаталарға апарып салға, барлық комнатыңызды күнде таңертең кешке 2 мезгіл озонировать етсеңіз болады. Салға мына жерде қосасыз, функциясын қосқан кезде мінекей озон бөлініп бастайды. Мына жерде міне. И мына кәдімгі озонның иісі шығады. 13 минут комнатаға апарып қоясыз, есік терезесін жабасыз комнатының, кейін өзіңіз шығып кетесіз. Кетіп өткен озон көп демалған кезде мына тыныс жолдарын кішкене күйдіруі мүмкін. Сол үшін қой бұл біткеннен кейін, сосын терезесін ашып, сол комнатаны желдетіп аласыз. Кейін бірінші ұйықтайтын бөлме, қонақ бөлме, сосын кухняны өстіп озонировать етіп алып, ауаны 100% микроорганизмдердің бәрін өлтіреді. Сосын мысалға біз қазір бәрібір енді көшеге шығасың, аптекаға барасың, кейін жаңағы бәрібір енді магазинге барасың, бір енді шұғыл шаруаң болып, банкке или бір жерге барасың, келген кездері, мысалға біз сырт киімімізді тоже стерилизовать ете алмаймыз. Перчаткамызды шешіп тастаймыз, маскамызды алып тастаймыз. Бірақ енді сырт киімімізді біз енді алып лақтырып тастай алмаймыз ғой енді. Оны қалай енді обработка істейміз? Сол келген жерде, мысалы келген кезде сразу сырт киіміңізді шкафқа алгеннен кейін шкафтың ішіне озонаторды қойып алсаңыз болады. Шкафтың ішіндегі барлық микробты киімнің, мысалға енді біз білмейміз ғой, сырттан жұқтырдық па, киімге отырды ма, оны да білмейміз. Сол нені бәрін тазалайды. Сырт киім тазалауға болады. Сосын аяқ киімді. Сосын ол микроб жерге қонады екен, оседает дейді ғой. Кім алмады? Сол микроб оседать еткен кездері не қылады? Аяқ киім жерден жұғады екен. Бір көзімнің үстінде бірдеңелер шығып кетті. Кешіресіздер. Сосын соны аяқ киімді келген кезде алып, енді Қытайда кажы кірген кезде аяқ киімді жуып, антисептикпен жуып тазалап отырған ғой. Енді бізде ондай обычный жайға қойшы. Бірінші өзің жай естественный қайда? Болды, осыған қойса, құдай. Сонда аяқ киімді алып, мусорный пакет или обычный пакет или мусорный пакет жақсы, аузы тез жақсы жауады. Аяқ киімді салып, озонаторды қосып алсаңыз болады. Насадкасыменен қоссаңыз, сол аяқ киім өзін стерилизовать етуге болады. Бұл ауаны, киімді, комнатаны бәрін тазалауға озонаторды пайдаланамыз. Сосын екінші